Армысыздар ардақты ағайын. Ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. 2023 жылғы алғашқы видео сабақ жасыл ипотека бағдарламасына арналады. Ардақты ағайын, жаңа жыл құтты болсын, жаңа жылда жаңа табысқа жетіңіздер. Ең бастысы денсаулық, жүректеріңіз тыныш болсын. Және де 2023 жылы өз баспанаңызға қол жеткізіңіз. Құрметті достар, егер менің каналыма алғаш рет келіп отырсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Подписаться деген кнопканы басып, маған қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін керек. Үнемі қолдап, лайк басып, дәл осы видеоны жан-жаққа таратып отырсаңыздар, осындай тақырыптағы видеоларды мен сіздерге айтып түсіндіріп беріп отыратын боламын. Ипотека рәсімдеудің тиімді жолдарын үйретіп, барынша күш-жігерімді салып отырамын. Бүгінгі тақырыпта жасыл ипотека бағдарламасының талаптарын, шарттарын, кімдер қатыса алады, қанша жастан бастап, қандай несие рәсімделеді және пәтерді қалай қайдан табамыз, осы жайында болмақ. Сондықтан міндетті түрде назарларыңыз менің тақтамда болсын. Қолдарыңызға қаламдарыңызды, парақшаларыңызды алып, керектісін түртіп отырыңыздар. Құдай қаласа 2023 жылы 4 қаңтардан Астана қаласы бойынша басталады. Жалпы бұл ипотекалық бағдарлама бүткіл Қазақстан Республикасында кезең-кезеңімен іске асатын болады. Сонымен достар, тақырыпты бастайын, талаптарына көз жүгіртейік. 18 жастан асқан Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Талаптары. Прописка керек емес. Сіз Шымқаладан тұрып Астанадан пәтер алсаңыз да болады, Астанадан тұрып Шымкенттен де пәтер алсаңыз болады. Яғни жергілікті мекен жай бойынша ешқандай тіркеу маңызды емес. Атыңызда жылжымайтын мүлік бар жоғы да маңызды емес. Атыңызда бірнеше пәтер болсын, бірнеше ипотекалық қарыздар болсын, сіз дәл осы бағдарлама аясында өзіңізге пәтер сатып ала аласыз. Үй кезегінде тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба, оған да мүлдем қарамайды. Ең бастысы несие тарихыңыз жақсы болу керек. Соңғы 12 ай отбасы банктың талаптарына байланысты 90 күннен асқан просроченный қарыздар болмау керек. Қолданыста кредиттер, яғни действующий кредиттер просроченный күндері болмау керек. Жалпы несие тарихы жайында менің YouTube каналымда бірнеше видео бар. Плейлист бөліміне өтіп, кредитный история бөлімінен қарасаңыздар болады. Онан кейін міндетті түрде табыс болуы керек. Яғни бағдарламаға кім қатысады, сол азаматта. Көп азаматтар шатасып жатыр екен. Менің әйелім жұмыс жасамайды, әйелім қатысып, мен сол әйелімнің орнына табыс көрсетсем бола ма деп мемлекеттік бағдарламамен шатастырып жатыр. Жоқ, құрметті достар, бұл жерде заемщик, қарыз алушының өзінің доходы міндетті түрде болу керек. Егер қарыз алушы заемщиктің табысы жетпесе, 2 адамға дейін созаемщик тарта аласыздар. Жалпы созаемщик деген кімдер, гарант деген кім, олардың айырмашылығы қандай, ол жайында да менің YouTube каналымда видео бар. Плейлист бөліміне өтіп, отбасы банк жүйесі бөлімшесінен қараңыздар. Сол жерден түсінесіздер. Міне, бағдарламаның негізгі талаптары осы. Енді бағдарламаның шарттарына көз жүгіртейік. Кем дегенде 20% алғашқы жарна үй құнының. Үйіңіз 25 миллион болатын болса, 5 миллион, 20 миллион болатын болса, 4 миллион. Кем дегенде 20%. Сіз 30% немесе 40% алғашқы жарна, 35% алғашқы жарна салсаңыз да сізге ол тиімді. Максималды қарыз сомасы 35 миллион теңгеге дейін. Банктың беретін қарызы 35 миллион теңгеге дейін. Бұл ипотека алдын ала несие бойынша рәсімделеді. Яғни предварительный займ. Жалпы менің YouTube каналымда займ түрлері деген видео бар. Плейлист бөліміне өтесіздер. Сол баяғы отбасы банк жүйесі бөлімшесінен займ түрлерін көріп алыңыздар. Міндетті түрде көріңіздер. Себебі бұл алдын ала несие бойынша рәсімделгендіктен алғашқы 8 немесе 10 жыл бойы пайыздық мөлшерлеме 100% сомаға жүреді. Бұл тұрғын үй займы емес. Сіз алдын ала займмен алып жатсыз. Себебі сізде небәрі 20% немесе 30% алғашқы жарна, мүмкін 3 жылдық мерзімі жоқ депозитіңіз бар шығар. Міне соған байланысты опыңыз 16-ға толмаған. Сол себепті бұл алдын ала займ болып есептеледі. Ары қаратай пәтерді тек қана алғашқы нарықтан аласыз. Салынып жатқан нысаннан. Бірақ ол нысанның өзінің талаптары болу керек. Өмір, ГОСТ-Р, БРИМ, ЛИД сияқты арнайы бір ұйымнан алған сертификаты болу керек, стандартқа сай болу керек. Бұл жайында толық ақпаратты сәл кейінірек айтып беретін боламын. Банктың пайызы
12-де 5%. Бұл номиналды процентный ставка. Годовая эффективность ставкасы 13-де 3%бен беріледі. Құрметті достар, басында айтып өткендей, бұл алдын ала займмен беріледі. Кейін банктың үш шарты бар ғой, талаптарын орындағанда, яғни сізде 50% алғашқы жарна жиналғанда, опыңыз кем дегенде 16 болғанда, кем дегенде 3 жылдық жинақ мерзімі болып пайда болғанда, сіздің мына пайыздық мөлшерлемеңіз 12%-дан 3,5 немесе 5%-ға дейін төмендейді. Жаңағы займ туралы видеоны міндетті түрде көрдіңіздер да? Ары қаратай қарыз мерзімі 20 жылға дейін, яғни дейін сіз 15 жылға, 10 жылға займ рәсімдесеңіздер болады. Бірақ тәжірибеде көрсеткендей сіздерге максималды 13 жыл немесе 14 жылға ипотека рәсімдеп береді. Одан артық мерзімге ипотека рәсімдеудің маңызы жоқ. Себебі бұл алдын ала займ. Қанша жылын ұзартқаныңызбен ай сайынғы төлем бұл жерде өзгермейді. Себебі пайыздық мөлшерлеме бірінші 8 немесе 10 жыл 100% сомаға жүреді. Яғни бір қалыпты болады. Көрдіңіздер да? Міне, бұл негізгі бағдарламаның шарттары. Енді құрметті достар, жаңа айттым ғой, мына өмір, ГОС-Р, БРИМ сертификатын алу керек деп. Сол сертификат болу керек міндетті түрде құрылыс компаниясы. Сол жайында кішігірім ақпарат сіздерге бере кетейін. Бұл сіздер үшін енді керек емес, дегенмен де біліп жүріңіздер. Кез келген үйді ала алмайсыздар, қараңыздар. Сертификат жайында ақпарат. Ең бірінші, құрылыс компаниясында, кез келген құрылыс компаниясы, ол Базис болсын, BI Group болсын, MW болсын, жаңағы G-Park болсын, кез келген құрылыс компаниясында ең бірінші үлескердің ақшасын қолдануға жергілікті атқарушы органның рұқсаты болу керек. Орысша айтқанда привлечение денег дольщиков на разрешение строительства. Көрдіңіз бе? Осындай құрылыс компаниясының рұқсаты болу керек. Бұл ең бірінші қадам. Егер құрылыс компаниясында бұндай үлескердің ақшасын қолдануға рұқсаты жоқ болса, олар жаңағы басында атап өткен сертификатты ала алмайды. Бұл бір. Бұл рұқсатты алу үшін де біраз тірлік атқарады құрылыс компаниялары. Ары қаратай, CAS-GBC 2014 жылы құрылған коммерциялық емес, тәуелсіз, ешкімге бағынбайтын заңды тұлғалардан құрылған арнайы жасыл құрылыс ұйымы бар. Көрдіңіздер да? CAS-GBC деп Google-дан терсеңізде шыға келеді сол мекеме. Сол мекемеге құрылыс компаниясы жаңағы сертификаттарды алуға өтінім береді. Ең бірінші үлескердің рұқсатын алып алғаннан кейін. Екінші қадамы. Бұл мекеменің арнайы мамандары әлгі құрылыс нысанын шек қарын ақтарып тұрып тексереді. Ол стандартқа сай болу керек. Тексерген кезде назар аударады, олардың өзінің категориялары бар, 10 категориядан тұрады. 56 критерийға сай болу керек. Кем дегенде 40 немесе 110 балл жинау керек жаңағы нысан. Сәл сіздерге түсінікті болу үшін мысалы келтіре кетейін. Олар экология жағынан тексереді. Яғни қоршаған ортаға зияны бар ма әлгі нысанның салынып жатқан. Олар энергияға көз жүгіртеді. Заманауи жаңа технологияларды қолданған, энергия жаңағы үнемдеу жүйесіне қосылған ба деген сияқты сол жағынан көңіл аударады. Олар денсаулық, адам ағзасына зиян келтірмейтін құрылыс материалдарымен салынған бәлгі нысан. Осыған назар аударады. Олар су мәселесіне назар аударады. Яғни өздеріңіз білесіздер ғой, кейбір өңірлерде су мәселесі өте күрделі. Яғни ол арнайы фильтрлар қойылған ба, таза су бар ма ол нысанда, соған назар аударады. Одан кейін транспорт деп жазып қойдым. Жаңағы белгілі бір мекемеге, белгілі бір жаңағы аймаққа ары бері қатынайтын қалалық транспорттық құралдар бар ма, қасында мектеп бар ма, балабақшасы бар ма деген сияқты осындай 10 категория 56 критерийден тұратын өздерінің жаңа тізімі бойынша жаңа құрылыс нысанын толық тексереді. Тексеріп болған соң ол нысанға қола, күміс, алтын немесе платина сертификатын береді. Олардың бәрі балға байланысты 40 балл мен 110 балдың арасында. Осы сертификатты алғаннан кейін ғана төртінші қадам әлгі құрылыс компаниясы отбасы банкмен меморандумға отырады, екі жақты келісімшарт жасайды. Яғни салыну барысында сол үйлерді сатуға мүмкіндік алады отбасы банк арқылы. Міне көрдіңіздер да, осындай сертификаты бар нысандардан ғана сіздер 20% алғашқы жарнамен 12-де 5%-мен ипотека рәсімдей аласыздар. Кішігірім дәл осы ипотекалық бағдарламаның артықшылықтарын айта кетейін. Ең бірінші,
18 жастан бастап. Көп азамат осыны 7-20-25 пен салыстырып атады. 7-20-25 21 жастан. Бұл жерде 18 жастан бастап ипотека рәсімдей бересіз. Екіншісі, прописка керек емес. Артықшылығын айтып жатырмын. Прописка керек емес. 7-20-25 де керек емес. Бұл жерде де керек емес. Атыңызда мүлік бар ма, жоқ па, мән бермейді. Бұл үшінші артықшылығы. 7-20-25-те атыңызда мүлік болса ала алмайсыз. Сіздің немесе жұбайыңыздың атында мүлік болса ала алмайсыз. Немесе балалардың атында мүлік болса ала алмайсыз. Иә, қазір көп азаматтар айтуы мүмкін, ол мүлікті басқа біреуге жазып жіберіп, ипотека рәсімдеуге болады ғой деп. Әрине болады. Бірақ ол да жұмыс қой. Сіз кәдімгідей бір тірліктерді атқарасыз. Ал сіз жаңағы өз үйіңізді басқа біреуге рәсімдеген адам ертең сізді алдап кетіп жатса не істейсіз? Ол да қауіпті. Көрдіңіздер да? Енді үй кезегінде тұру-тұрмау ол да маңызды емес. Өнен кейін қараңыздаршы, максималды қарыз сомасы 35 миллион теңгеге дейін. 7-20-25-те максималды қарыз Астана, Алматы қалаларында 20 миллион теңге. Бұл жерде 35 миллион теңгеге дейін максималды қарыз аласыз. Өнен кейін тағы бір артықшылығы мына 12%, кейін 3,5-5%-ға төмендейді. Бұл да артықшылық. Көрдіңіздер да? Онан кейін тағы бір артықшылығы. Алғашқы нарықтан салынып жатқан кезінде ала аласыздар. Өздеріңіз білесіздер, 7-20-25-те салынып біткен дайын үй болу керек. Ол кезде баға қымбаттау болады. Ал бұл жерде сіздер салынып жатқан кезінде аласыздар. Бұл жерде кәдімгідей құжат, договор, долевой участие болады. Ал 7-20-25-те кейбір азаматтар айтуы мүмкін, салынып жатқан кезінде де бұрын жасауға болады ғой деп. Предварительный договор бронирования. Ол ешқандай заңды күші жоқ құжат. Міне, құрметті достар, бүгінгі тақырып осы. Қолданыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, жолдастарыңызға, таныстарыңызға, барлық группаларға осы видеоны таратыңыздар. Келесі видеода ай сайынғы төлем переплата жайында сөз қозғайтын боламыз. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламат болыңыздар.